Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз күннен қорғайтын екі очки туралы айтатын боламыз. Біріншісі Уатлей 1256. Бұл Каспийден алынған. Бағасы 5000 теңге небәрі. Екіншісі базардан алынған. Бұл да 5000 теңге тұрады. Екеуінің сапасын тексеретін боламыз. Екеуінің бағасы бір, бірақ екеуінің сапасы әртүрлі. Мынау бірінші Уатлей 1256 сапасы өте жоғары. Сыртындағы чехолына келетін болсақ, мына өте жоғары сапалы жасалған. Екіншісі базардан алғанымыз, қарап отырсақ, чехолы орташа, бірақ ондай қатты сапасы мықты емес. Міне біріншісін ашатын боламыз. Қоя тұрайық. Ашылды. Мына қараңыздар. Күшті, керемет. 5000 теңгеге енді өте жақсы келеді ғой бағасы. Мына сыртындағы қаптап қоятыны. Міне очкиді алатын боламыз. Очкидің өзі біріншісі осылай тұрады. Қараңыздар. Өте керемет. Арада екі, қарап отырсақ, мұрынға келетін жері ғой. Сол жерді регулятор жасауға болады. Майыстыр гелевейден жасалған. Екіншісі мына жерді қарасаңыздар, бұлар көбінесе мысалы охотаға, садақ атқан кезде, сондайға рыбалыққа арналған ғой. Сол кезде мысалы бір нәрсе тиетін болса, сырттан удар келетін болса, мынау денеңізді, басыңызды жарақаттамауға арналған. Міне бұның бір ерекшелігін айтып отырайын. Міне жақта мысалға сіз жүгіріп келе жатқан кезде түсіп қалуы мүмкін. Мысалы түсіп қалмасын десеңіз, мына жақта алынып, кнопкасы басылады. Алынды. Содан кейін салынады. Салынбаса, бұл сол жақ, оң жаққа бөлінеді. Мына көреміз, міне салынды. Екінші жағы міне алынды. Салынды. Қазір енді киіп көреміз. Тұрады. Мына жақтың бәрі қысып тұрады. Сол кезде мысалы мотоциклдің үстіне кетіп бартқан қатты жүгірген кезде, қозғалған кезде мына түспейді. Ана жақта егер де мынаны салатын болсақ, түсіп болуы мүмкін. Бұл кәдімгі күнделіктіге тағуға болады. Қайтадан алынады. Мына алды. Қайтадан өзінікін салатын боламыз. Салды. Артына тағы да дополнительный бар. Дополнительный. Мына жақта мына жаққа тағы саласыздар. Бұл жаңағы очки түсіп кетпеу үшін. Басқа алмаш міне мынандай болып тұра береді. Екі жағына салып қойсаңыз, мойнына салып қоя бересіз, ол очки түсіп кетпеу үшін. Енді біз линзаларына келейік. Линзаның бұл артықшылығы өзімен бірге 1, 2, 3 түрде 5 келеді. Мынамен 5 тұрады. Мына жақта мына алып көрсетейік. Қарасы. Екіншісі сарысы. Бұл кешкісін күн батып бартқан кезде осыны тақсаңыз, күн жарық болса көрсетеді. Үшіншісі мынау. Көбінесе шаң тепкенде, көбінесе сондай қолданады ғой. Велосипедтайдағанда сонысы. Ақшылдау көбінесе охотада қолдансаңыз болады, болмаса болгарка, сондай сияқты жұмыстары қолданылады, анық көріну үшін. Және де тағы бір ерекшелігі, кәдімгі линза. Көзі, егер зейніңіз нашарлау болса, очкиді қатты кигіңіз келсе, осы линзаны ар жаққа осылай бекітіп, араға бекітіп қоясыз, ішіне линза салып қоясыз. Бекіттік. Қазір көзіңізді киіп көреміз. Ішінде бар жоғы білінбейді. Көзіңізді жақсы көреді, және де армандаған очкиіңізді өйтіп кие алады. Екі жағынан тарттыңыздар. Мына тартылды. Мына алынды. Қоямыз. Қаратын салайық. Қаратын салатын болсақ. Осымен бұл Уатлей 1256 обзоры бітті. Бұл базардан алынған, бұл да 5000 теңгеге алынған. Оған обзоры көрейік. Ашылды. Та-дам! Қарап отырсаңыздар, burada не байқадыңыздар? Біріншіден байқағандарыңыз жаңағы нарадан алынатын, артындағы резинасы жоқ, және де тағып қоятын жоқ. Тек бұда очкидің өзі. Бұл да жақсы, регулятор жасалады, бірақ бұл гелевей емес, пластмасса, нарада гелевей жоқ бұның. Қарапайым, сапасы да оғанша сын көтермейді. Бұның да 5 оправасы болады. Өзіне қолданылған, өзіне оправасы. Егес айтады, мына уже сырылып қалған. Уже очки бұна оправасын тағуға келмейді, уже көзді ауыртады. Таққанына көп болмаған. Мына қарапайым.
мына бұған кезде жақсы тұрады, бірақ мына жоғары жағындағы мына гелевый болмағандықтан шамалы қолайсыз тұрады. Кезде мына жақтан мына жаңағыдай суырып ала бересіз. Мына осымен болды. Екеуін салыстырған кезде сіздерге осы Wackel 1256-ны алуға кеңес беремін. Ішінде комплектациясы бай және сапалы, әрі бағасы екеуі бірдей. Жақсы болыңыздар, сіздер Мәдек каналы тіркеліңіздер.